Дәрігерге барған кезде ол сізге спирт талдауын тағайындаса, сіз обик деп аталатын нәрсені көретін есеп аласыз. Бұл біз аққан жасушаларының санын білдіретін қысқартылған форма. Бұл аққан жасушалары сіздің денеңіздің қорғаныс жүйесі. Сізде инфекция болғанда әртүрлі түрдегі аққан жасушалары сол инфекциямен күреседі. Сіз жарақат алсаңыз, обик немесе аққан жасушалары сол жарақатпен күреседі. Сондықтан аққан жасушалары инфекция немесе жарақат салдарынан болатын қабынудың көрсеткіші болып табылады. Егер сіздің обик саныңыз жоғары болып, қызуыңыз көтерілсе, бұл сізде инфекция бар екенін тікелей білдіруі мүмкін. Мысалы, егер сізде жеңіл вирустық инфекция болса, обик саны көтерілуі мүмкін немесе мүмкін емес. Бірақ егер сізде ауыр бактериялық инфекция болса, мысалы, өте ауыр аппендицит инфекциясы болса, сіздің обик саныңыз әдетте жоғары болады. Сондықтан, обик саны негізінен сіздің денеңізде инфекция бар екенін білдіреді. Бұл қандай инфекция екенін айтпайды, бірақ біз көріп отырған деңгейге байланысты болжам жасай аламыз. Жоғары деңгей бактериялық инфекцияны, ал төмен деңгей мүмкін вирустық инфекцияны көрсетеді. Кейде обик санының тым жоғары болуы қан рагының мүмкіндігін көрсетеді. Түсініксіз, обик санының жартылай жоғары болуы 20 мың, 30 мың, 40 мың болуы мүмкін қан рагын көрсетуі мүмкін. Қалыпты обик саны шын мәнінде 4 мыңнан 10 мыңға дейінгі аралықта болады. Өте өзгермелі, және егер сіз 2 немесе 3 күн қатарынан обик үшін қан талдауын жасасаңыз, 2 күнде 1000-нан 1500-ге дейінгі айырмашылықты көре аласыз. Егер сіз тез жүгіріп обик санын жасасаңыз, обик санының жоғары екенін көре аласыз. Сондықтан, егер 2 күн қатарынан сіздің қан немесе обик көрсеткіштеріңіз әртүрлі нәтижелер көрсетсе, бірақ олар қалыпты диапазонда болса, алаңдамаңыз.